Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып қазақ тілі пәні 9 сабақ. 34 тапсырмаға қараймыз. Пайымдау мәтіннің бөліктерін тап. Дәлелденетін пікір, дәлелдеу және қорытынды пікір. Әр бөліктің арасын байланыстырып тұрған көмекші сөздерді ата. Ал енді мәтінді оқып көрейік. Құмырсқаның қыста қарны ашпайды. Өйткені ол жазда таңертеңнен кешке дейін тапқан азығын илеуіне тасып алады. Сондықтан оны еңбекқор жәндік дейді. Балалар, мұндағы дәлелденетін пікір құмырсқаның қыста қарны ашпайды. Ал өйткені ол жазда таңертеңнен кешке дейін тапқан азығын илеуіне тасып алады, бұл дәлелдеу екен. Ал сондықтан оны еңбекқор жәндік дейді дегеніміз бұл қорытынды пікір. Ал енді әр бөліктің арасын байланыстырып тұрған көмекші сөздерді ата. Бұл көмекші сөздер бізде өйткені, сондықтан сөздері. Келесі 35-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді оқы. Бал арасы табиғатта өздігінен тіршілік етеді. Гүл шырынын сорып, бал жинайды. Адамдар бал арасын балы үшін қолда асырайды. Бал арасын еңбекқор жәндік деп те атайды. Өйткені олар өте кішкентай екеніне қарамастан үлкен жұмыстар атқарады. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Мәтін не туралы? Оған ат қой. Балалар, мәтін бал арасы туралы. Мәтінге бал арасы деп ат қойсақ болады екен. Келесі. Бал арасын неліктен еңбекқор жәндік деп атайды? Бал арасы кішкентай екеніне қарамай үлкен жұмыстар атқарады. Сондықтан оны еңбекқор жәндік деп атайды. Келесі, мәтіннің пайымдау бөлігін көшіріп жаз. Мәтіннің пайымдау бөлігі өйткені олар өте кішкентай екеніне қарамастан үлкен жұмыстар атқарады. Осы бөлігін дәптерімізге көркем етіп көшіріп жазып аламыз. Келесі 36-ші жаттығу. Пайымдау мәтіннің бөліктерін дәлелдеу пікірі қорытынды тауып сызбамен көрсет. Адам үстіме мінсе, мен алысын жақын етемін. Адамдар күшімді көреді, сүтімді ішеді. Олар қылымнан арқан еседі. Сондықтан жыл ағасы мен боламын. Балалар, мұндағы пайымдау мәтіннің дәлелдеу пікірі мен қорытындысын тауып көрейік. Адам үстіме мінсе, мен алысын жақын етемін. Адамдар күшімді көреді, сүтімді ішеді. Олар қылымнан арқан еседі. Бұл балалар дәлелдеу пікірі. Ал сондықтан жыл ағасы мен боламын. Бұл қорытынды пікір. Келесі, бұл қай кейіпкер? Балалар, мұны айтып тұрған бізде жылқы екен. Келесі 37-ші жаттығуға қараймыз. Пайымдау мәтіннің бөліктерін тиісті сөздерді қою арқылы байланыстыр. Қоянның көздері шарасынан шығып, бадырайып тұрады. Өйткені ол қарсы алдындағыны ғана емес, екі қапталындағыны, сондай-ақ арт жағындағысын да бір мезгілде көре алады. Мұндағы біз пайдаланған сөз өйткені сөзі. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.